Иммунитетті қалай жақсартуға болады? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Иммунитет жайлы көп естиміз. Санамыздағы ол ұғымның анықтамасы болмаса да, сөз арасында қолдануға құмармыз. Назарларыңызға иммунитетті күшейтуге ықпал ететін мәліметтер тізбегін ұсынамыз. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Иммунитет – организмнің зиянды әсерлері немесе бүлдіруші уларды қабылдамау қасиеті. Иммунитет табиғи және жасанды болып екіге бөлінеді. Иммунитетті төмендететін әдеттер мыналар. Жылдам тағайындалатын тағамдарға әуестік. Құрамында май мен көмірсулары жоғары өнімдерді тұтыну. Су ішу тәртібін сақтамау. Суды жеткіліксіз пайдалану. Зиянды әдеттер: алкогольді және никотинді пайдалану, аз қозғалыс, физикалық белсенділіктің болмауы. Депрессия және стресс, өзін қоғамда толыққанды сезінбеушілік. Енді иммунитетті жақсартатын өнімдерді біле жүріңіздер. Ең алдымен сарымсақ. Тұмауға, бактерияға, вирусқа, зиянкестерге, ісікке қарсы тұратын бірде-бір әмбебап құрал. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде сарымсақты антибиотик ретінде де қолданған. Осы жайдан кейін ғана құрамында антибиотик қызметін атқаратын аллель күкірті бар, метил бар екені анықталған. Сол себепті сарымсақты тек иммунитетті көтеру үшін ғана емес, суық тию мен тұмауға қарсы қолдануға болады. Қызылша, оның құрамында С дәрумені мен марганец көп. Марганец лейкоцит қызметін жақсартып, иммунитетті арттыруға көмектеседі. Асқабақ, иммунитетті көтеретін А дәрумені мен бета-каротиннің нағыз қайнар көзі. Асқабақ орнына сәбіз немесе құрма қолдануға болады. Алма, оның құрамында антиоксидант пен қабынуға қарсы нәрселер бар. Сондықтан бұл ретте алманың да көмегі мол болады екен. Көк шай, құрамындағы антиоксиданттар рак талшықтары өсуін тоқтатады, ал дәрумендері инфекциямен күресуге септігін тигізеді. Тауық еті, басқа да майсыз құс еттерін атауға болады. Олар ақуызға бай. Ақуызсыз иммунитетті көтеремін деу бос әурешілік. Ақуыз ыдырап амин қышқылдарына айналады. Соның арқасында жаңа лейкоциттер түзіледі. Миндал, ол ағзаны селенмен, пайдалы маймен және Е дәруменімен байытады. Құрметті көрермендер, ал сіз иммунитетіңізді көтеру үшін осы тағамдар ішінен қайсысын жиі тұтынасыздар? Төменде міндетті түрде жаза кетіңіздер. Видео ұнаса, бағалап достарыңызбен бөлісіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.